Сәлем достар, Супергеншектің арнасына қош келдің. Сіздермен бірге мен Құралай Орынбасарова. Бүгін біз сіздермен бірге үй жағдайында әзірленетін Филадельфия ірімшігін жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қажет заттар: 200 грамм қаймақ, 500 грамм йогурт, ешқандай қоспасыз, және жарты шай қасық тұз. 200 грамм қаймаққа 500 грамм йогуртымызды құямыз. Мұнда негізі 690 грамм. Мен алдын ала 200 граммын алып қалдым. Tuzumuzu salamız. Böyle. Süzgümüzді орнатамыз. Және бізге мынандай сетка мата қажет болады. Немесе сізде сетка мата жоқ болса, кәдімгі марлыны қолдансаңыз болады. Оны 2 қабаттау қажет. Және біз мынай сатып алынған шифон матамызды орнатамыз. Баяу темппен біз жайлап ішіне құямыз. Bетін жабамыз. Астына қарасаңыздар, біздің қоспамыздың ішіндегі сулары ағып жатыр. Бұл сулар тоқтамастан ағады. Яғни біздің жасаған ірімшігіміздің ішінде су мүлде болмау керек. Судың мынандай тамшылаған тоқтаған кезде сыр дайын деген сөз. Бұны түнгіге, амалы болса түнгіге холодильникке қойып қойған дұрыс. Немесе 9-10 сағаттың ішінде сыр дайын болады. Біздің тарелкаларымыздың барлығы размері үлкен болғандықтан мен кесе қолдануды шештім. Кесені бай орнатамыз. Сіздерде тарелка болса, ол кезде тіпті жақсы тарелканы орнатасыз. Үстіне банкіге құйылған суды құямыз, яғни салмақ басып тұру керек. Осы қалпында біз оны тоңазытқышқа саламыз. Біз бір күнге сырымызды тоңазытқышқа қойып қойған болатынбыз. Нәтижесін қазір сіздермен бірге қараймыз. Қараңыздар, жұмсақ, әдемі, өте керемет шықты. Енді біз оның дәмін көреміз. Дәм өте керемет. Сіз өзіңізге эксперимент ретінде Филадельфия сырын алып көрсеңіз болады. Және осылай қолдан жасап, екеуінің дәмін салыстырып қарасаңыз болады. Дәмінде аса қатты айырмашылық жоқ, өте дәмді. Енді біз бұл сырды қызыл барқыт тортын әзірлеуге қолданатын боламыз. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Бізден жаңа видео күтіңіз. Енді сіздермен бірге әзірлеген сырымызда біз қызыл барқыт тортын әзірлейтін боламыз. Келесі жүздескенше сау болыңыздар.